Сәлем достар, бүгін біз сіздермен алмадан дайындалған пирог жасайтын боламыз. Дәмі тіл үйіретін өте жұмсақ болып шығатын пирогтың рецептісін қабыл алыңыздар. Рецепті көрмес бұрын каналға тіркеліп лайк басып қолдап кетсеңіздер екен. Рахмет. Ең алдымен бізге қажет болады 3 жұмыртқа және де қантымызды алып жақсылап миксерлейміз. Үш минуттай араластырып, осындай көбік болғанша жақсылап миксерлейміз және де қаймағымызды салып тағы да аздап миксерлеп аламыз. Және де сұйық майымызды құйып тағы да кішкене араластырамыз. Араластырғаннан кейін ұнымызды және де қопсытқышымызды салып миксерлейміз. Мен ұнды екіге бөліп салып араластырып алдым. Не осындай қатты сұйық емес, қатты қою емес, орташа массасы дайын болады. Енді ортасына салуға бізге 2 алма қажет болады. Алмамызды 2-ге бөліп, іштерін тазалап, жұқа етіп турап аламыз осылаймен. Бұл беткі қабатына салуға, ал енді ортасына салғанға екінші алмамызды ішін тазалап, сыртын тазалап, майда көбіктеп турап аламыз. Салмамызды осылай формамызға құйып аламыз. Мен форманың ішіне пергамент қағазын төседім. Толықтай құйып болғаннан кейін жаңағы көбіктеп туралған алмаларды осылай арасына салып шығамыз. Және екінші алмамызды осылай бетіне гүл формада келтіріп саламыз. Өзіңіз қалаған формада салсаңыз болады. Осылай салып болғаннан кейін беттерін кішкене басып шығамыз үстерінен. Дайын болды. Енді 180-190 градуста 40 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің пирогтарымыз пісіп шықты. Бірінші пештен алмас бұрын шпажкамен арасын тексеріп алғандарыңыз жөн. Место формадан жан-жағын кесіп алып шығарып аламыз. Әрине суығаннан кейін алсаңыздар жақсы, себебі ыстықтай алсаңыз сынып кетуі мүмкін. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Бетіне қант ұнтағы немесе өзіңіз қалаған сироп құйып дастарханға ұсынсаңыздар болады. Рецепт ұнаса лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған Ғазиза Мұратқызы. Рахмет.